Қайырлы күн, құрметті магистранттар, барлықтарыңызға. Бүгінгі бізде соңғы дәрісіміз осы кластер пәні бойынша 15-ші дәріс туристік кластерлерді дамыту стратегиясын әзірлеу практикалық жұмыс. Енді дәрістің мақсаты мен міндеттері. Дәріс мақсаты Қазақстанда туристік әлеуетін тиімді пайдалану арқылы өңірлік дамуды жеделдету, халықаралық және ішкі туризмді дамыту, инвестиция тарту мен жаңа жұмыс орындарын құру. Дәрістің міндеттері туристік ресурстарды жүйелі және инфрақұрылымды дамыту. Аймақтық ерекшеліктерге сай туристік өнімдер, кәсіби кадрлар, цифрлық шешімдер, маркетинг және туризм, жергілікті халықты туристік кластердің маңыздылығы. Аймақтың жалпы ішкі өнімнің өсуіне ықпал етеді. Жаңа жұмыс орындарының пайда болады. Туристік өнімдер мен қызметтердің сапасын арттырады. Жергілікті мәдениет пен дәстүрді сақтауға көмектеседі, инвестицияларды тартады. Кластерді дамыту стратегиясының құрылымы. Аналитикалық кезең. Аймақтың туристік әлеуетін бағалау. Табиғи, мәдени, тарихи нысандар. Нарықтық зерттеу. Туристік ағынды, сұраныс пен ұсынысты анықтау. Сот талдау. Күшті әлсіз бұл микро нарықты талдайды. Мысалы, күшті әлсіз мүмкіндіктер, қауіптері. Енді мақсат қою. Жалпы мақсат туристік кластердің тұрақты дамуын қамтамасыз ету. Арнайы мақсаттар. Инфрақұрылымды жақсарту, жаңа тур өнімдерді әзірлеу, туризмнің маусымдылығын азайту. Стратегиялық бағыттар. Инфрақұрылымды дамыту, жолдар, көлік, қонақүйлер. Кәсіпкерлікті қолдау. Субъектілерді жасақтау. Цифрландыру, онлайн брондау, мобильді қосымша VR технологиялар туралы. Маркетинг және брендтеу, өңірлік туризм брендтерін қалыптастыру. Кадрлық қамтамасыз ету, оқыту, сервис сапасын арттыру. Іске асыру тетігі. Мемлекеттік қолдау, инвесторларды субсидиялар, бағдарламалар, жергілікті қауымдастықты тарту. Жеке сектормен серіктестік. Мониторинг және бағалау. Туристердің саны, табыс көлемі, қызмет көрсету сапасы туралы пікірлер. Туристік кластерді дамыту. Бұл тек экономика емес, сонымен бірге әлеуметтік және мәдени әсері бар кешенді процесс. Туризм дұрыс әзірленген стратегия өңірдің тартымдылығын арттырып, тұрақты туризмнің дамуына жол ашады. Туристік кластердің негізгі компоненттері. Ядро, негізгі туристік нысандар, тарихи ескерткіштер, табиғи аймақтар, мәдени орталықтар. Екіншісі, қызмет көрсетуші инфрақұрылым, орналастыруында қонақүйлер, көлік, тамақтандыру орындары, экскурсоводтар, гидтер, тур фермалар. Қолдаушы ұйымдар, білім беру мекемелері, әкімдік, қауымдастықтар, зерттеу орталықтары, инвестициялар мен цифрлық технологиялар, онлайн сервистер, туристік платформалар, мобильді қосымшалар. Туристік кластер стратегиясын жүзеге асыру кезеңдері. Бірінші кезең дайындық, аймақтық ресурстарды зерттеу, моделді тараптармен кездесу, жергілікті әкімдік, бизнес, қауымдастық. Екінші кезең жоспарлау, мақсаттар мен индикаторларды белгілеу, бюджетті жоспарлау, инвесторлар мен серіктестерді тарту. Үшінші кезең іске асыру, туристік бағыттар мен турларды әзірлеу, инфрақұрылымды жаңарту, ақпараттық жарнамалық кампанияларды өткізу.
одан кейін төртінші кезең мониторлық және түзету. Қонақтардан кері байланыс жинау, көрсеткіштер бойынша бағалау, турист саны, табысы, қанағаттану деңгейі, қажет болса стратегияны бейімдеу. Қазақстандағы табысты туристік кластер мысалдары: Түркістан кластері, мәдени рухани туризмнің дамуы. Екінші, Алматы, Талғар, Шымбұлақ экотуризмнен даму туризмі, тау туризмі. Бурабай кластері, табиғи емдік туризмі, Маңғыстау, Каспий жағажай келі туризм. Туристік кластерлер аймақтарды жандандырудың тиімді құралы. Стратегиялық жоспар арқылы аймақтың брендін қалыптастырады. Инфрақұрылым дамиды. Жұмыс орындары ашылады. Жергілікті халықтың өмір сапасы артады. Туристік кластердің табысты болу шарттары: жергілікті қауымдастықтың қатысуы, халықтың қолдауы, жұмысқа тартылуы, тұрақты дамудың кепілі. Қоғамдық жекеменшік әріптестік, мемлекеттік қолдау, жеке инвесторлар. Нәтиже: туристік өнімнің ерекшелігі мен бірегейлігі, аймақтың табиғи, тарихи, мәдени ерекшеліктерін көрсету. Төртінші, брендинг және маркетинг, аймақтың логотипі, слоганы, танымалдылығы. Бесінші, кадрлар даярлау, туризм менеджерлері, экскурсоводтар, сервистік қызметтерін оқыту. Туристік кластердің пайдасы: экономикалық пайда, жергілікті бизнестің дамуы, табыстың артуы, салалық түсімдері, әлеуметтік пайда, жұмыс орындарының ашылуы, халықтың әл-ауқатының артуы. Экологиялық пайда: экотуризм арқылы табиғатты сақтау мен жауапкершілікті арттыру. Туристік кластердің даму көрсеткіштері: туристердің санының өсуі, орташа шығын көлемі бір туристен, орналастыру орындарының толуы, жұмыс орындарының көбеюі, халықтың туризмге қатысу деңгейі. Осы стратегия кез келген осы 21 ғасырдағы ең басты бизнестің түрінің ішіндегі кез келгенде жаңадан ашылған кәсіпорын болсын, шағын және орта ірі кәсіпорындар болсын, және нарықта жұмыс жасап отырған әлі дейін осы туризм саласында қызмет ететін кез келген қоғамдық тамақтандыру орналастыру орындары болсын, осының барлығын, тасымалдау саласы болсын, барлығында бизнес стратегия болу керек. Осы кәсіпорындарды тұрақты түрде дамытып, олардың қызмет сапасын арттыру, болашақтағы табысын арттыру, қызметтерін әртараптандыру сияқты бүкіл жұмыстарға басты назар аударатын осы стратегия. Жалпы стратегия ұзақ мерзімді стратегия, орта мерзімді, қысқа мерзімді болып уақытқа байланысты бөлініп отырады. Енді жалпы стратегия егжей-тегжейлі түрде жүзеге асады. Енді стратегияны қағаз бетіне түсіріп, нарыққа талдау жасап, зерттеу жүргізгеннен кейін стратегияны жүзеге асыратын енді жоспарлау. Енді жоспардың өзі бірінші кәсіпті дамыту үшін стратегия керек, стратегияны жүзеге асыру үшін жоспар керек. Ал енді жоспардың өзі күндік жоспар, апталық жоспар, айлық жоспар, маусымдық жоспар, жылдық жоспарлар. Енді осы әрбір жоспар өзі уақытымен күнделікті өзінің деңгейінде іске асырылу керек. Ал енді осы стратегияны іске асыру үшін мақсатты енді тактикалар қажет. Енді тактикалардың бәрбір жұмыстарды оңтайлы мақсатқа тез жету үшін, осы жоспарды ойдағыдай сапалы орындау үшін небір тактика методикаларды қолдану арқылы осы жұмыстың жылдамдылығын, әртараптандырылуын, сапалығына қамтамасыз етіп, үлкен дәрежеде жұмыс жасауға болады. Сондықтан бұл